Бата беру білесіз бе? Бұл күнде бата берер ақсақалдардың азайып бара жатқаны жасырын емес. Бата беру халқымыздың ертеден жалғасып келе жатқан салт дәстүрінің бірі. Батаны әдетте үлкен кісілер бата берген. Батаны кез келген адам емес, аузы дуалы, елге сыйлы ақсақал адамдар беретін болған. Бата берерде кейбір адамдар екі ортада екі ауыз сөздің басын құрап, аста қайыра алмайтын адамдарды көріп жүрміз. Ендеше жыр дегенде жанын беріп, дуалы аузымен дауды шешкен ұлтымыз неліктен сөзге шорқақ болып барады? Қазақ халқында әділ билігімен есімдері елінің есінде сақталған Төле би, Қазыбек би, Әйтеке билер сынды тарихи тұлғалардың баға жетпес баталарымен сусындап өскен халықпыз. Баталы құл армас, батасыз құл жармас. Бата менен ел көгерер, жаңбыр менен жер көгерер деген мақалдардан ақ қазақтың батаның бағасын қалай бағамдағанын білуге болады. Ата-ананың ақ батасын алмаған ұрпақтың болашағы да бұлыңғыр болатынын айтып, жастарды, үлкендерді құрметтеуге, жақсылық жасауға баулыған. Бата алып жүрген адамның жүзі нұрланып тұрады екен. Бата дегеніміз Фатиха сөзінен шыққан. Фатиха Құран кәрімдегі ең бірінші сүренің аты. Фатиха сөзі ашушы, беташар деген мағынаны білдіреді. Батаның түрлері бар. Ақ бата көбінесе жаңа туған нәресте, өмір жолын жаңа бастаған ұл қызға, жас отауға, алыс жолға шығушыларға және үлкен істі қолға алғанда, тойға, асқа, жиналған егін мен садақаға, құрбандыққа және ақ дастарханға беріледі. Ал теріс бата қарғыстың, қатты жазаның өте ауыр түрі. Батаның бұл түрі халық ішінде өте сирек қолданылады. Атының өзі теріс бата деп ұсқынсыз айтылып тұр. Демек, теріс батадан аулақ болайық. Бата берерде 7 жасар ұл бала отырса да, 70-тегі апа бата бере алмайды. Бата батпасын, батамыз жерде жатпасын. Қашанда үлкендерден бата алып жүруді әдетке айналдырайық. Достар, каналым ұнаса тіркеліп, жақсы пікірмен бөлісуді ұмытпаңыздар.